Ана күн ана атаны келін мойнынан мінгізіп алып, сондай бір не бір. Иә. Соны да тағы да бір айтсаңыз, оңен ана кім еді ана Әлі? Әлібек пе кім еді Шаншарда? Уәлибек кел. Соны мен кесіп бір күн апарып бір балалардан беріп жіберейін осыны. Айналайын, осыңды қойсаңшы қазақтың кемпір шалдарын аяққа салып мазақтағанды деп. Кемпір болсам да қазақтың келінімін ғой мен. Енді әрине бір кезде мөлдіреген жүзім едік, қазір бүріскен кішіміш болдық қой енді. Бірақ кішіміштен қайдам. Кішіміштің де керегі бар. Бұл қарап тұрсаңыздар, қазір қазақтың келіндері келініңіз келсап қылып бейшараларда бір қадірін кетіріп жіберді. Оның бәрін істеп жүрген осы артистер. Байқайсыздар ма? Қазақтың келінінің образын бізге қалай қылып көрсетеді. Басын жылпитып, бір орамалды байлайды, аяғында қара носки, тырпылдаған тәпішке, Қытайдың матасынан Қырғызстанда тігілген бір халатты кигізде сөйтеді да сахнаға шығарады. Ойпырмай, қазақтың келінінің образы осындай ма? Келін деген ол тұлға ғой, тұлға ол бір әулеттің ұрпағын өсіреді ғой, ертеңгі күнгі жаңағы ана болатын, әже болатын сол үйдің бір тұтқасы. Олай болатын болса, оған кішкене құрметпен қарау керек қой. Жетпей жатқан жерін жеткізу керек қой, үйрету керек қой. Ал енді қарап тұрсаңыздар, басқа тақырып құрып қалғандай, мына қоғамдағы неше түрлі келеңсіздік, ана жоғарғы жақтағылардың небір іс-әрекеттері, соларға тістері батпайды да, бұлардың шиырлап айландыратыны келін мен ене, қайната, ауылдағы шал кемпір сондай. Ой, мен айтамда, ой, садаға кетсін мынау ауылдағы шал кемпірден. Солардың талайлары оқымағанмен олардың көкірегі сайрап тұр. Олар қайта әдептілікпен аттамайтын сондай адамдар. Анау